Сәлем достар, бүгін дәмі өте керемет болып шығатын сатылымдағы капкейктерді жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен комнатный температурадағы 3 жұмыртқа керек, және де үстіне 180 грамм сахарымызды қосамыз. Екеуін жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Содан соң үстіне 200 грамм сүт, 100 грамм сұйық майымызды қосып, 10 секундтай миксерлеп аламыз. Содан соң үстіне какаомызды және де ұнымызды қосамыз. Ең алдымен 200 грамм ұнды қосып алдым, және де 25 грамм какао, 15 грамм разрыхлителді қосып, жақсылап араластырып алдым. Менде сәл сұйықтау болды, сосын үстіне тағы да 100 грамм ұнды қосып жібердім. Қоюлығы дәл осылай болуы қажет. Осымен біздің қамырымыз дайын. Мен осындай кондитерский мешокқа құйып алдым. Капкейктің ыдыстарына құюына ыңғайлы болу үшін сіздерде кондитерский мешок жоқ болатын болса, қасықпен құйсаңыздар да болады. Жартыдан сәл көп құйсаңыздар жақсы көтеріледі. Қатты толтырып құймаңыздар тестаны, себебі қатты көтеріліп капкейктің ыдысынан сыртқа шығып ағып кетуі мүмкін. Осымен 180 градус пеште 30 минуттай пісіріп алдым. Бірақ әркімнің пеші әртүрлі пісіреді, сондықтан да қарап отырыңыздар. Және де мен осындай насадканы қолдандым, E9 деген. Мен осындай шоколадный крем-чиз қолдандым. Дәмі өте керемет, мороженое сияқты, себебі бұл кремде Қазақстан шоколады бар. Мен осы кремнің рецептін YouTube каналыма салып қойғанмын, қарасаңыздар болады. Немесе мен қазір описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын. Оформлениясын өзіңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мен вафельная крошкамен шоколадпен сәндей салдым. Дәмі өте керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% гарантия бере аламын. Ас болсын, сіздермен бірге болған Жұлдыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.